Қайырлы күн барлықтарыңызға. Ассалаумағалейкум. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап отырамыз. Сонымен кеттік. Мен бұған дейін біраз рулар туралы видеолар түсіргенмін. Сол кезде астына біраз азаматтар жазып жатады. Мысалы, Байбақты руы туралы айтасың ба, Төлеңгіттер туралы айтасың ба, Арғын туралы айтасың ба деп. Бұны айтардан, бүйтіп сұрардан бұрын ағайын кіріп алдымен ерінбей, бұл канал не туралы өздеп кіріп бір шолу жасап шықсаңыздар, бар соның ішінде. Мен қанша түсіріп қойсам да астына жазып жатады. Мен содан ақ түсінемін, ол кісілердің бұл каналға кіріп араламағандығын әлі. Сондықтан аралап көрсеңіздер табыласыздар. Ал егер жоқ болатын болса, демек болашақта айтылады деген сөз. Сонымен кеттік. Арғын туралы мен бұған дейін түсіргенмін. Бүгін енді кезек Атығай Қарауыл руында болмақшы. Атығай шежіре бойынша орта жүздегі Арғын тайпасынан таратылады. 12 ата, Дәуіт ата Атығай, яғни Атығай Қарауыл деп аталған. Ақтабан шұбырынды жылдары, яғни жоңғар шапқыншылығының кезінде, Ақтабан шұбырынды кезінде қатты шығынға ұшыраған бұл рулар сыр бойынан ағысып, сонау Көкшетау, Қызылжар, Омбы өңіріне келіп, сол жерден орын тепкен болатын. Кейіннен Қызылжар бекінісі, яғни Петропавловск салынғаннан кейін 1755 жыл сол жерде Атығай руынан Дәулетбек байдың ауылы отырған екен деген әңгіме бар. Шоқан Уәлиханов, белгілі қазақ ғалымы, өзінің жазбаларында Абылай хан қырғыздармен болған шайқастың нәтижесінде көптеген қолға түскен тұтқындар мен аманат қырғыздардың барлығын осы Атығайдың арасына әкеп қоныстандырған дейді. Содан бастап Атығайға енген жаңа қырғыздар бай қырғыз, жаңа қырғыз, сару, құсшы қырғыз атасы болып сіңісіп кеткен деп жазады. Бұны енді біреулер ойбай қателеспе, үйтпе деген нәрселеріңізді басқа жерге барып айтасыздар. Бұны айтып тұрған мен емес, бұны айтып тұрған қазақтың белді де беделді ғалымы Шоқан Уәлиханов болатын. Шежіре деректер бойынша Атығайдан Құдайберді, Бәйімбет, Бағыс, Баба, Аққиық, Қойлы, Құлансу, Бабасан, Қадыр, Елтоқ және Сары, Есен Таңырық және Сүйіндік Қара аталары тарайды. Енді аздап тарихына тоқтап кететін болсақ, ертеректе 17 ғасырда Есім ханның тұсы болса керек дейді. Сол кезде Есім хан қалмақтармен қатты жауласып тұрған шағында оның қол астына ағайынды қос жетім 15 жасар Атығай мен 12 жасар Бағыс өмір сүрген дейді Есім ханның заманында. Бір күні сол жаңағы Атығай жаңағы жау аттанған азаматтарға еріп қалмақтарға қарсы жорыққа шығады. Ол жаумен шайқаста өзінің ептілігімен, батырлығымен көзге бірден түседі. Ақбоз атқа мінген Атығай қолынан найза іліп, Атығайлап ұран тастап, жаудың ортасына бұза жарып кіреді ғой. Аңыз әңгімелер бойынша сол кезде жаңағы